ол нәрсеге. Онымен басқа іспен айналысу үшін ғана пайдаланады, жаңа айтып кеткен сөздерім Ол бойынша. спикерге рахмет. Ансар қосарым бар ма да? Болды. Енді сұрақтар бермейміз. Қазір қорғану керек, довод беру керек. Классикаға берген замечанияға, сосын заманауиға берген замечание. Сөйтіп, өзара пікір айтып, таңдегендер енді төбелес болады. Сөзімді қорытындылай, сол қазір музыка енді қазіргі таңда қоғамның көбіне терең, қалай десем болады, терең өнерден гөрі қарапайым құрал ретінде уақыт өту үшін ғана пайдаланамыз. Сол ғана бір қатты нем жоқ, екі тарапқа қатты өкпем жоқ деймін. Жақсы, рахмет спикерлерге. Алдында қалай қорғанамыз? Бірінші классика. Жалпы менің тағы айтып қосарым классика жанрына. Классика музыкасы тек Европаға ғана емес, Қазақстанға да танымал Бибігүл Төлегенова сияқты әлемге танымал әншілер бар. Бұл классикалық өнердің жалпы әмбебап әрі құнды екенін дәлелдейді. Және де менің қарсы тарапқа айтатыным жалпы Димаш Құдайбергенов бізде классика жанрында оқыған, сол жанрда, сол мамандықта бітірген. Жалпы қазіргі заманауи кейбір әндерде мағынадан гөрі тренд, хайп, жалпы сондай нелер басым. Бұл жастардың талғамын жеңілдетіп, терең ойлануға итермелейді. Кейбір тректерде агрессия, үстірт, романтика, материализм жиі кездеседі. Бұл жастардың көзқарасына әсер етуі мүмкін талпа. Және де қазіргі музыка жиі 15-30 секундтық қана. Жалпы жастардың заманауи әндері. Ал классиканы сен қанша тыңдасаң да ұзақ тыңдай бересің да. Соңына дейін тыңдап отыра бересің, жалықпайсың классикадан. Мысалы, TikTok трендтері қазіргі жастарға тек сол ғана қызық. Ал бұл ұзақ әрі терең шығармаларды қабылдау қиындатуы мүмкін. Жалпы жастардың ойлануы, шығарманы талдауы қиындау болуы мүмкін. Және де жаңағы сіздер көрсеткен әншілердің көп шығармалары жастарға кері әсерін тигізеді. Егер сіздер сол әндердің текстіне, сөзіне мән берсеңіздер, негізі жастарға кері әсер етеді. Менің айтарым осы, және де келесі менің әріптесім Ақшоншаққа сөз бердім. Жаңағы заманауи музыкалы классикаға қарсы деген бағытта сөйлейін деп тұрған жоқпын. Менің айтқым келетіні, жалпы заманауи музыка ол классикалық музыканың жалғасы деп айтқым келеді. Яғни осы заманауи музыканың ішіндегі гармония, қазіргі мелодиялардың шешімі ол түбі Бетховен, Моцарттың шығармаларынан негіз алады деп айтқым келеді. Және осы заманауи музыка ол менің ойымша уақытша тренд. Яғни біз осы заман ағымына сай өзгеріп келе жатқан жеңіл әндерге біз бәріміз тыңдаймыз, көңіл көтереміз, бірақ классикалық музыкамен салыстыруға келмейді. Өйткені классикалық музыка ол ғасырлар бойы сақталып келе жатқан құнды дүние деп айтамыз. Ал уақытша жаңағындай тренд, танымалдылыққа ие әндермен мәңгілік құндылығы бар классикалық музыканы бір деңгейде қою дұрыс емес деп ойлаймын. Және эмоцияның тереңдігін айтқым келеді. Классикалық музыка ол терең эмоция береді, ал заманауи музыкада кейде форма болады. Яғни оның мазмұнының тереңдігі шектеулі, ол жеңіл мағына береді деп айтқым келеді. Және классикалық музыка бұл музыкалық мәдениеттің негізгі фундаменті, ал фундаментсіз жаңа қабат құру мүмкін емес. Жарайды, мен бір сөз сөйлеп жүрсем осы орайда, Ансар, мынау заманауиға айтып жатыр. Абай осылай айтқан қызық қой негізі дебат айтып жатсыздар. Енді қазіргі таңда енді 3-5 секундтық бір әндер шығар. Мен симфониялық әндерді жалпы мен ұзақ деп айтамын. Кейде 30-60 минутқа дейін кетіп қалатын кездері болады, бір шығарманың өзі. Бұл қазіргі заманға бір үлкен бір аудиториясынан бір ашықтап кеткен деп ойлаймын. Мақұл, мен классикалық музыканың қатты бір несі әпештемеймін бұл нәрсені. Тарихи маңызы зор шығар, бірақ қазіргі қоғамның қажеттілігімен талғамына бір жауап бере алмайды деп ойлаймын бұл нәрсені.
рахмет. классика концерт беретін болса заманауи. музыканы ішіміз қана ғана тыңдау ол оның құрал екендігіне дәлел бола алмайды. Музыка жалпы бұл тек адамның өз қажеттілігіне байланысты. Адам тыңдағысы келсе тыңдайды, тыңдағысы келмесе тыңдамайды. Бұл құрал екендігіне музыканың дәлел бола алмайды. Заманауи. О, давай, Андрей, Ансарда айтты, анау классикалық топта айтты, заманауи музыканың бәрін бір рет қолданылады деп айту негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Негізі кейбір әндер тренд үшін шығып жатыр, бірақ арасында ұзақ тыңдалатын мағынасы терең туындылар да бар. Сондықтан музыка сапасы жанрына емес, мазмұны мен авторына байланысты деп ойлаймын. Қазіргі заманда музыка көп әрі тез таралады, сондықтан жылдамдықтың мәдениеті сондықтан да пайда болған қазір бізде қысқаша ше. Сол себептен заманауи музыкада емес, тыңдаушының талғамына да, мазмұнына да айтасыздар ма? жаңа классикалық музыка өшпейді, өлмейді деген сияқты. Егер де классикалық музыка өшпейтін болса, қазіргі жастар не үшін классикалық музыканы өңдеп кавер ретінде, яғни заманауи түрде тыңдайды. Өшпейді солай Не үшін классика? Сол біз классика тыңдамасқа, егер де енді сендер әркімнің талғамы әртүрлі деп жаңа айттық. Өздерің егер де сіздер айтып тұрсыздар, әркімнің талғамы әртүрлі. Яғни классикалық музыкалар жаңа заманауи бағытқа өзгеріп келе жатыр. Демек, заманауи бағыт қазіргі таңда өзекті. бірақ оның фундаменті қалды ғой бәрібір де. Фундаменті қалды. Не үшін классикалық музыканың өзі түпнұсқасы қалмаса? бірақ ол жерде мағына бар ғой, ал сендердің заманауи музыка. Ана тыңдатып жатқан әндердің мағына жоқ. Мен мағынаға байланысты айтып жатырмын. Енді бағыт оны айтсам ал деді мынау бір болып барады. классикалық музыканы қазір жастар көбісі тыңдай бермейді. Мысалы концерттер болсын, көбісі бармайды концертке. Тек билетті таратады. Билетті алың деп бізді мәжбүрлейді. Кеше тыңдағысы келеді, бірақ пицца ана жерде. билетті еріксіз түрде сатады. Шындық ашшы. Мен жаңа мына балдар жол көрдіңдер ма? Әркім өзінің құралай енді қазір уақытымыз жақсы дайындалыпсыздар, көріпсіздер. Түйіндеріңе ұнады маған. Мынау заманауи қазір кезде былай ғой, әже де керек бізге дұрыс па? Немере де керек. Әже болмаса немере қайда пайда болды? Я былайша айтқанда. Одан болмаса, иә, біз қайда шығамыз, сол сияқты. Бұл жерде музыканың ең бірінші қызметін айту керек. Өткенде өтті канондық және эпистикалық. Канондық ол канондық қосылмайды балдар. Ал енді қазіргі кезде шынымен жастарда өте қатты кетіп барады дегені. Заман ағысы өзгере бастап, заман ағысымен қатар. Жас болған сайын адамның да көзқарасы музыкаға өзгере бастайды. Әрине классикалық музыка үлкен талапты қажет етеді, ұзағаттылық қажет етеді. Ол деген образға құрылған нәрсе. Музыкалық жаңа Аңсар айтқандай музыкалық дайындық керек. Дайындықсыз болмайды. Сосын мен енді айтпаймын, заманауи музыканы мысалы бәрі тыңдайды, ол рас. Ол жаппай массовая музыка. А классикалық музыка избранный тыңдайды. Тек қана классикалық музыка ұнайтындар. Мысалы бір шығарманы, Бетховеннің шығармасының дәмін татып алғандар, Құрманғазының шығармасын ғана тыңдап өскендер. Біздің бірақ бәріміздің бір ұлттық кодымыз, өзіміздің, қазағымыздың ұлттық музыкасы. Ал сол музыканың өзі де кәсіби музыка болып, және заманауи музыка деп ағымға таратылып барады. Сондықтан менің пікірім екі жаққа да, мына құрал деушілерге де. Құрал болғанымен, мысалы, настроение жоқ, өлім тербеді, ол құрал емес, ол сені неғылады, тыныштандырады. Арт-терапиялық мүмкіндігі бар ғой, екінші жағынан, адамның өткенде біз айттық қой, психоэмоциясына
музыканың әсер етуін қазір ғалымдар осы уақытқа дейін білмей жатыр. Не себептен музыка адамның психикасына әсер етеді? Не себептен? Сондықтан бұл бір тылсым күш сияқты ғой, былайша айтқан кезде. Құдіретті күш. Сондықтан мен ойлаймын, мына идеямыз бүгінгі бірінші шыққан дебатымыз құтты болсын. Және екі жақта заманауи да керек бізге, классика да бізге керек. Осы құрал ретінде де бізге керек, Аңсар. Құрал ретінде де керек бізге. Музыка. Сондықтан музыка, мынандай пікірді айтып алды. Музыка өнер, әрі музыка құрал деген келісесіздер ме? Әрі музыка өнер түрінде ол мәңгі. Сондықтан бүгінгі дебатқа рахмет екен бәріңізге. Енді осы қарқынмен, осындай 4-ші курстарда да бір әлемет, мысалы, классикалық музыканың бір үлгісін, бір композитор негізінде. Қарабайыр музыканы бір әдемі қылып бірінші курсқа өткізбеске, осының әдемілігін. Заманауи музыканың жақсы жағымен де, сендер айтқандай, сендер не ойладың, тяжелый рок көрсете ме деп ше, ауышып жатқандардың бастарын іздеп, сендер жеңіл, кәдімгі құлаққа жағымды музыканы алыңдар. Сондықтан заманауидің теріс ағымдық жағын бізге қатты біліне қойған жоқ. Ал енді наркотик пайдаланатын тікелей заманауи музыканың ішінде. Сендер білесіздер, көптеген шетелдік топтар бізде де бар. Неге салынған? Наркотикке. Ол мысалы атақты кімді айтуға болады? Қайтыс болғандардың ішінде осындай Фредди Меркуриді кім айтады мысалы, звезда емес па? Әлемдік звезда. Шоу Москва, вообще айтады, енді ол вообще сөзім жоқ. Ал көпшілігі трагический өмірлерін ойлайды. Не себептен? Осындай музыканың елемесінің ауыр жағына еріп, ол да әсер еткен. Бірақ олар да сол музыкаға муза сияқты қызмет жасаған композитор, әншілер. Сондықтан ойлаймыз, музыка бұл қандай? Мәңгі. Рахмет.